Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Үміт Амангелді. Осындай дәмді, нәзік, өте ауызда еритін алмалы бәліш дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқа, тұз қосып, жақсылап араластырып, оған сүт қосып араластырып аламыз. Видеодағыдай қантымызды саламыз, оған ванильный қантымызды қосып, тағы да корицаны қосып, жақсылап араластырамыз. Соңына қарай ұн қосамыз, електен өткізе отырып араластырамыз. Бір шай қасық қопсытқышымызды да ұмытпаймыз, және де алманы мейлінше жұқа етіп турап, жаңағы массамызға қосып араластырамыз. Қалпымыздың астын және жан жағын маймен майлап алып, оған массамызды жақсылап орын қалмастай етіп, аралары ашылмайтындай етіп үйлестіреміз. Алдын ала ертілген сары майымызды бетіне жағып тегістеп, 180 алдын ала қыздырылған 180 градустағы пешімізге 1 сағатқа қойып, жақсылап қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен оңай жасалатын өте дәмді, ауызда еритін алма бәліші дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.